Аяз ата мен Ақшақар, жаңа жылға дайындық. Ерте-ертеде қарлы таулар мен ақ мамық жамылған қалың ормандар арасында жаңа жыл мейрамы жақындап келе жатты. Бұл мейрам балалардың күлкісі мен үлкендердің үмітін біріктіретін сиқырға толы ерекше кезең еді. Қыс түсе салысымен Аяз ата жаңа жылға дайындықты бастап кетті. Оның сиқырлы шеберханасында түрлі ойыншықтар, әдемі қораптар мен сансыз сыйлықтар жиналды. Аяз атаның мақсаты біреу ғана еді, әр баланың жүрегіне қуаныш сыйлау. Бірақ бір күні Ақшақар Аяз атаға алаңдаулы хабар әкелді. Биыл қар кеш жауып, жерге әлі толық түспеген екен. Шана жүруге қиын, ал сыйлықтарды уақытында жеткізу үлкен мәселе болды. Аяз ата ойланып қалды. Сол сәтте ол жаңа достарынан көмек сұрауды жөн көрді. Алдымен көк аспанда алып қанатын жайған самұрық құс пайда болды. Ол ең алыс ауылдарға сыйлық жеткізуге уәде берді. Содан соң биік мұзды таулардан мұз ханша келді. Ол сиқырын қолданып жер бетіне аппақ қар жаудырды. Ал ең соңында желмен жарыса жеткен жас батыр Қамбар ата көрінді. Жылқының киелі бірі, жігерлі де шапшаң Қамбар ата Аяз атаға сыйлықтарды тез жинап шанаға тиеуге көмектесті. Көп ұзамай бәрі дайын болды. 31 желтоқсан түнде Аяз ата бұғыларын шанаға жегіп аспанға көтерілді. Оның қасында самұрық құс самғап, мұз ханша мен Қамбар атаның рухы жол бастап отырды. Сол түні әр үйге қуаныш қонды. Балалар таңертең оянып шыршаның түбінен армандаған сыйлықтарын тапты. Міне, осылайша жаңа жыл тағы да жақсылық пен бірліктің мерекесіне айналды. Өйткені жаңа жыл бұл тек мейрам емес, ол үміт, мейірім және сиқырға толы ғажайып сәт.